Армысыздар, қайырлы күн. Бүгін біз жаңа тақырып бастаймыз. Материал таңдау және дайындау. Жұмыстың орындалу бірізділігі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты уақыт пен басқа да факторларды ескере отырып, жұмыстың реттілігін анықтау және материалдық шығынын анықтау. Бүгінгі жаңа сабақта үйге арналған тоқыма бұйымдарды дайындап үйренесіздер. Және де мен сіздерге алжапқышты алдым. Ол өте оңай деп ойлаймын. Және бұл жерде бастамас бұрын не істеу керектігінің барлығы да көрсетілген. Кез келген бұйымды бастамас бұрын бірінші эскизін жасайсыздар, одан кейін матасын жақсылап анықтап аласыздар. Пішпес бұрын оның негізгі жіптің бағытын барлығын біліп, жұмысқа кірісесіздер. Техникалық қауіпсіздік ережесін міндетті түрде орындайсыздар. Бұйымды бастамас бұрын ең алдымен тарихқа көз жүгіртейік. Алғашқы алжапқыштарды ежелгі Мысырда ер адамдар пайдаланған, кейіннен әйел адамдар пайдалана бастады. Оны түрлі мерекелер мен отырыстарда сән үшін таққан. Олар қымбат шілтерлермен, кестелермен өңделген. Уақыт өте келе киімді ластамау үшін алдыға тағылатын болған. Ал сіздерге тапсырма, алжапқышты бұйымды бастамас бұрын алдымен эскизін жасап алыңыздар, яғни нобайын келтіріп, бізге қандай алжапқыш ұнайды, соның эскизін сызып алыңыздар. Алжапқыштың өлшем бірлігіне сіздерге керек мойын сызығы, кеуде сызығы, бел сызығы, мықын сызығы және тізе сызығы. Сіздерге түсінікті болу үшін өлшем алу тәсілінің видеосын ұсынамын. Жақсылап қарап алыңыздар.